Бақылау камерасы бұл белгілі бір орынның іс-әрекетін бақылауға арналған видео бақылау бағдарламасы болып табылады. Оның басқа камералардан айырмашылығына келсек, ол көріністерді видеоға түсіруменен бір қатарда осы видео мағлұматларды арнаулы бағдарламалық тармақ жәрдемінде бақылау мүмкіншілігіне ие. Техно әлем рубрикасында бақылау камерасының имканиятлары хақында біліп аласыз. Бақылау камерасы бұл белгілі бір объектілердің іс-әрекетлерін бақылауға арналған видео бақылау системасы. Бақылау камераларының басқа камералардан айырмашылығы бұл видео көріністерді видеоға түсіруменен бір қатарда арнаулы программалық тәминат жәрдемінде видео мағлұматларды бақылау мүмкіншілігіне ие. 1942 жылдан бастап видео бақылау системасының, яғни видео бақылау камераларының дәстүрлі үлгілері ісіліп шығыла бастады. Siemens AG компаниясы тарапынан видео бақылау камерасы ісіліп шығылды. Бұл камера жәрдемінде Германиядағы ракетаны ұшыру процесі әмелге асырылды. Екінші дүниежүзілік ұрыстан кейін бақылау камералары Америка құрама штаты һәм Ұлыбритания елінде ісіліп шығыла бастады. Бұл елдерде видео бақылау камералары әскери һәм стратегиялық мақсатта объектілерді бақылау мақсатында ісіліп шығылды. 1949 жылдан бастап Америка құрама штатында видео бақылау камерасы сатуға шығарыла бастады. Оның аты Varicon деп аталды. 1968 жылы Америкада болса видео бақылау камераларының бірнеше түрлері сатуға шығарылды. Нью-Йорк штатының Альон қаласында болса, видео бақылау камералары осы қаланың бірнеше жерлеріне орнатылды. Бұның нәтижесінде қаладағы құқық бұзушылықтың һәм жинаятлардың алды алынды. Себебі сол бақылау камералары осы қалада орнатылғаннан кейін бұндағы видео мағлұматлар милиция орайына тікелей барып тұрды. 90-шы жылдардың орталарынан бастап видео бақылау камераларының техникалық характеристикасы анағұрлым күшейді. Яғни алдылары аналоглы түрде видео мағлұматларды ұзатқан болса, кейін ала цифрлы көрініске көшті. Яғни бұрылары видео кассеталарға осы мағлұматларды, яғни видео мағлұматларды жазған болса, кейін ала цифрлы көріністе болғанлықтан қатты дискілерге жаза бастады. Интернет технологияларының рауажлануына байланысты бақылау камераларының бірнеше үлгілері ісіліп шығыла бастады. Һәм олар бір орайда емес, яғни қалеген жерде интернет тармағы арқылы, хатте мобиль телефонлар арқылы да объектілерді бақылау мүмкіншілігіне ерсілді. Бақылау камераларының сапасы жүда жоғары болғанменен, егер ол дұрыс орнатылмаса, жақсы нәтиже бермейді. Бақылау камераларын орнату дегенде тек қана камераның өзін орнату емес, ал оның техникалық басқа да үскенелерін һәмде программалық тәминатын орнатуға айтылады. Қазіргі уақытта ақыллы үй һәмде ақыллы қала терминдерін жиі еститін болдық. Әсіресе ақыллы үй һәм ақыллы қала жойбарлары Европа елдерінде әмелге асырылмақта. Бұл жойбарлар бойынша да осы видео бақылау камераларынан пайдаланбақта. Бүгінгі күнде өндіріс карханаларында, банк мекемелерінде, офислерде, білімлендіру орындарында, жеке үйлерде, автотранспорт жолларында кеңінен қолданылмақта. Видео бақылау камераларының ең кең тарқалған түрі бұл IP видео бақылау камералары. IP видео бақылау камералары көріністерді азалы кеш видеоға алуменен бір қатарда видео мағлұматларды хаттегі кешкі түнгі уақытта да бақылау мүмкіншілігіне ие. Бұл камералар мына үскенелерден ібарат. Видео сақлағыш үскенесі, танылы автоном бақылау регистраторы, компьютер һәм сервер системасы һәм IP камера. Біздің елімізде бақылау камераларын халық игілігі үшін мақсатлы һәм зәрулі түрде кеңінен қолданбақта. Яғни қазіргі уақытта Ташкент қаласындағы автотранспорт жолларына осы бақылау камералары орнатылды. Камера арқылы алынған барлық мағлұматлар орайлық диспетчерлік базаға жіберіледі һәм ол жердегі мониторларда арнаулы программалық тәминат жәрдемінде бақыланады һәмде бақылаушы тарапынан хабар беріледі. Бұнан тек арғы мақсат әлбетте автотранспорт басқарушыларының жауапкершілігін асыру һәмде автотранспорт жолларындағы құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. Видео бақылау камераларының рауажланып баруы ақыллы техникалардың жетілсіз баруына түрткі болады. Бұл болса өз кезегінде халық игілігі үшін қызмет етеді.